Маңызды ақпарат. Сақ болыңыздар. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп отырғыңыз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк түймесін баса кетіңіз. Қазақстанның 30-дан астам елді мекенде жер сілкінісінің дүмпулері сезілді деп хабарлайды Стан-кз ақпарат агенттігі. Жамбыл облысы Жуалы ауданы, Бауыржан Момышұлы ауылы 4 балл, Жамбыл облысы Тараз қаласы 4 балл, Жамбыл облысы Байзақ ауданы, Жамбыл ауданы Атса ауылы, Түркістан ауданы Түлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов ауылы 4 балл, Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгер қаласы 3 балл, Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы 3 балл, Түркістан облысы Манкет ауылы 3 балл, Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылы 3 балл, Рысқұлов атындағы Жамбыл облысы Құлан ауылы 3 балл, Шымкент қаласы 3 балл, Жамбыл облысы Мерке ауданы Мерке ауылы 3 балл, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылы 3 балл, Түркістан облысы Орда-Басы ауданы Темірлан ауылы 3 балл, Түркістан облысы Бәйдібек ауылы Шаян ауылы 3 балл, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы 2 балл, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы 2 балл, Түркістан облысы Арыс қаласы 2 балл, Келес ауданы Абай ауылы 2 балл, Жамбыл облысы Шу қаласы 2 балл, Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған ауылы 2 балл, Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би 2 балл, Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылы 2 балл, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылы 2 балл, Түркістан облысы Кентау қаласы 2 балл, Түркістан облысы Түркістан қаласы 2 балл, Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылы 2 балл, Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент кенті 2 балл, Түркістан облысы Сауыр ауданы Шорнақ ауылы 2 балл, Түркістан облысы Жетісай ауданы Жетісай қаласы 2 балл, Түркістан облысы Шардара ауданы Шардара қаласы 2 балл. Кейінгі мәліметтерге сәйкес зардап шеккендер және бүлінген әлеуметтік нысандар туралы деректер тіркелмеді. Жамбыл облысы әкімдігі Ербол Қарашөкеевтің жағдайы бақылауына алғанын хабарлады.